облысынан. Елбасы жолдауына сәйкес Көкшетауда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласын модернизациялау басталды. Биыл аймақта аталған бағдарламаға сәйкес әбден тозығы жеткен 24 көпқабатты үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Қазір пилоттық жобаға енген ескірген 10 баспана қалпына келтірілуде. Бұған тұрғындарда дән риза. Тілшіміз Меруерт Палмаханова толықтырады. Көкшетаудағы мына көп қабатты 1977 жыл пайдалануға берілген. Тұрғындардың айтуынша, содан бері бұл баспанаға күрделі жөндеу жұмыстары бірде-бір рет жүргізілмепті. Әбден тозығы жеткен үй шатырының да сыр бергеніне 5 жыл болған. Жаңбыр жауған сайын шелегімізді ала жүгіріп, пәтерімізді судан тазартып әлек боламыз дейді осы үйдегі 5-ші қабаттың тұрғыны Рүстем Махметов. Ескірген шатырдың кесірінен Рүстем асханасы мен қонақ бөлмесіндегі жүргізген жөндеу жұмыстары заяға кеткенін айтады. Биыл тұрғын үй бағдарламасын модернизациялауға сәйкес үйімізде күрделі жөндеу жүргізіп, шатырымызды жаңартып береді дегенде естігенде қуанып қалдық дейді ол. Сами вычерпывали воду. Жаңбыр жауғанда шатырдағы суды өзіміз тазартып жүрдік. Үкіметке көптен көп рахмет. Тұрғындарды ұмытпай, осындай уақытында қолдау көрсетіп жатқан үшін. Шатырды жауып, барлық жерді жөндейміз деп жатыр. Ал соғыс ардагері Сәлім Мәрдеушұлы осы үйде пайдалануға берілген уақыттан бастап тұрады. Содан бері мұндай күрделі жөндеу жұмысын бірінші рет көруім дейді қария. Істеп атқан осы жобаларының бәрі дұрыс. Сондықтан осы істеріңе сәттілік. Сондай осындай неде ондай жерде бізде тұрғымыз келеді. Басқа күллі нелеріне ешқандай қарсылығымыз жоқ. 1996 жылдан бері пәтер иелері кооперативінің төрайымы Александра Махамбетова тұрғын үй шаруашылығын модернизациялау бағдарламасы уақытында жасалғанын айтады. Жөндеу барысында бұл үйдегі шатыр, ескі есіктер мен терезелер толық жаңартылады. Кәріз, ауыз су құбырлары ауыстырылады. Жылу есептегіш орнатылса, тұрғындар тек есептегіш бойынша бөлмеге келіп тұрған жылуға төлейтін болады. Бұл да халыққа үлкен көмек дейді пәтер иелер кооперативінің төрайымы. Атап айту керек, көп қабатты үйді жөндеуге бөлінген қаржы қайтарымды болады. Әрбір тұрғын 7 жыл көлемінде қалпына келтіруге кеткен қаржыны өз төлейді. Енді осы үйге бөлінген қаржыны тұрғындарға бөлгенде үйдің шаршы метрі есепке алынады. Мәселен, көп шаршы метр болса, онда 300 мың, ал аз болса 200 мың, одан әрі 150 мыңға дейін барады. Оны 84 айға бөлгенде айына 1200, ең көбі 1500 теңге ғана шығады. Мен ойлаймын, осы үйде жөндеуге бөлген 33 миллион теңгені тұрғындар ешқашан жинай алмас деп. Сондықтан бұл дер кезінде жасалған қолдау деп есептеймін. Это очень правильно. Бұл дұрыс, әрі уақытында. Қарап тұрсаңыз, үйіміз әбден ескірген. Пәтердің іші әдемі болғанымен, оның сырт келбеті де сондай болуы тиіс. Сондықтан мен бұл шараға қуана келістім. Қазір Көкшетау қаласы бойынша осындай 10 үйде күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілуде. Оның 4-ін Есіл әлеуметтік корпорациясы ұлттық компаниясы қалпына келтіреді. Жөндеу біткеннен кейін үйлер шамамен осындай қалыпта болады. 34 жыл бойы ешқандай жөндеу жұмыстары өткізілмеген үй, сондықтан шатырынан су ағып жатыр. Мынау ауласындағы асфальт жолдарды көнерген, онда ауыстыру жоспарға кіргізілген, және де тас жиектерді ауыстыру жұмыстары, үйдің сыртын жылытқыш материалдармен қаптау жұмысы және бояу жұмысы бар. Енді Құдай қаласа осы 2 айдың ішінде қыс түскенге шейін, енді суық түскенге шейін осы Көкшетау қаласында 4 нысанды бітіруге жоспарлап отырмыз. Жалпы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын қайта жаңғырту бағдарламасына сәйкес Ақмола облысына республикалық бюджеттен 765 миллион теңге қаржы бөлінді. Оған аймақтағы 24 көпқабатты үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Егер жоба сәтті жүзеге асырылып жатса, онда жөндеуді талап ететін 1600 баспанада қалпына келтіріледі деді облыс басшылығы. Меруерт Палмаханова, Евгений Шинкаренко. Хабар, Көкшетаудан. Бүгін